Айдахар 12 жылға жұлдызды аспанның жалғыз қамқоршысы ретінде сайландым. Үлкен жауапкершілікті мойныма алуға тура келді. Бірақ өз борышымды орындаймын. Себебі мен бірегей біртума көркіне көз тоймайтын Айдахармын. Ұлы Айдахар, бұл ауыртпашылықты сенімен бөлісуге лайық емеспіз. Осы бейшара қалпымызбен өзіңе мәңгілік тағзым етіп, бас иеміз. Аса мәртебелі Айдахар, жалғыз құтқарушы. Тоқта! Барып тұрған өтіріктің өзі. Біздің қойылымды бөлуге кімнің дәті барды? Біз шындықты айтуға келген қаһармандармыз. Кім? Жануарлар мен олардың ұрпақтары мақтауы асып тұрған Айдахардың да ұрпағы. Әу баста таңдаулы болған емес. Олар аспанды жерге құлап кетуден сақтауға бел буған ержүректер. Бірақ уақыт өте келе бұл хикая ұмыт болды. Тілдеріңе ие болыңдар. Айдахар қарапайым мейірбан жан. Оның үстіне бұл қойылымның сценарийіне де үлес қосқан. Сондай-ақ Айдахарды қойш, қойылымдарында актерлер түгел емес сияқты ғой. Биыл шоқ жұлдыздардың рөлін ойнауға шақырған таңдаулы жұлдыздар кенеттен жоқ болып кетті ғой. Шоқ жұлдыз сақшын айналмас үшін оларды Айдахар алдап соғып, демалысқа аттандырды. дәлелдерің бар ма? Дәлеліміз жоқ. Өзімде солай ой. Бірақ мынада дәлел бар. Менде ме? Менде ешқандай дәлел жоқ. Қойш, бізге тиіспек болған шөнжік екеніңді білеміз. Айдахардың қолшоқ бар едің ғой. Шындықты айтып бер. Шөнжік, олардың айтқаны рас па? Иә, әкем кенет бір жаққа кетіп қалды. Бір гәп барын сезсем де, түлкіден қауіптеніп, қорыққаннан үндемедім. Кешіріңдер. Жетер! Бәрібір қойылымымыз түкке тұрғысыз болды. Мешін, декорацияға ақшаң жетпейтіндей соншалық кедеймісің? Нағыз масқара. Ал сен ұлу. Бұл театрдың ең әлсіз әртісісің. Актерлік шеберлігің өте нашар. Әбден тойдым. Шөнжек, мына балалардан дереу құтылмасаң, әкеңе немен айналысып жүргеніңді айтам. Мені ренжітсең де, достарыма тіл тигізбе. Олар осы рөлді алу үшін барынша тырысты. Ал сен олардың армандарына кедергі келтірмексің. Қазір ойлап қарасам, сендер әлгі балалар емессіңдер ме? Мақсаттарыңды түсіндім. Шынымен барлық аңдарды жинап үлгереміз деп ойлайсыңдар ма? Үлгермейсіңдер. Күн тоқырауына аз уақыт қана қалды. Жұлдыздар аспанға шығыста жиналады, ал сендер сиқырлы таудан алыстасыңдар. Қош болыңдар, балалар. Жолы болмаған сендерде қош тұрыңдар. Енді қайтадан жұмыссыз қалдық. Қорықпа, өзің айтқандай, біз доспыз. Қолымыздан бәрі келеді. Маған араша түскенің үшін рахмет. Саған алғысым шексіз. Бірақ әкем бәрібір біліп қояды. Түлкінің сөзіне мән бермеңдер. Сендер бұл сахнадан да биік дүниеге лайықсыңдар. Жұлдызды аспанның қамқоршысы болыңдар. Аспанға мешін мен шөнжік жетпейді. Ұлу, сен қайда барасың? Сенің орның біздің қасымызда. Сендердің қастарыңда қажетім болмас. Шоқ жұлдыздардың арасында бейшара алуға орын жоқ. Қателесесің. Кезінде Айдахар шоқ жұлдызының орнын ұлу басатын. Жаңа кезеңде жаман Айдахардың орнына сені қоямыз. Сенің жұлдызды сәтің келді. Иә, мешін дұрыс айтады. Кітапта солай жазылған. Мен де келсем, қолыңнан келеді ұлу. Келер жылы Айдахарды алмастыра аласың деп ойлайым. Бойыма сенім ұялатқандарың үшін рахмет. Жұлдызды сәтіміз келді.
Бұл алаңда не үшін сен бастық болады екенсің? Сол үшін. Ол бәріне мәлім ғой. Сонымен, біз бұқа мен қойды мына алаңнан таптық. Аха. Бірақ олар кімнің бастық екенін шеше алмай жатыр. Ал бұрын бұл жерде Шөнжіктің әкесі бастық болатын. Я, Ол өзінің мирасқорын таңдамапты. я. Бұл дауды шешпегенше олар тынышталмайды. Дұрыс айтасың. Тығырық, жап жазық алаң және басқа ештеңе жоқ. Дәл солай. О, алаңымызға жаңа жануарлар келген бе? Жақсы. Танысқаныма қуаныштымын. Мен бұқамын. Бастық. Өй, бұл жерде бастық менмін. Сендерге қорғаушы болуды ұсынайық деп едім. Иә, ал сендер балалар, кімнің бастық екенін анықтауға көмектесесіңдер. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар? Бұл алаңның ең үздік басшысы рөліне келетін кім? Кім? Әрине мен. Жерде күші асып тасып тұрған бұқадан жақсы жыртатын жануар жоқ. Оның үстіне менің алынып салынатын тамаша мүйізім бар. Қисынды, мұның бәрі бұқаларын бұлшық еттерінің арқасы. Сенде алынып салынатын мүйіз бар ма? Көрсетші! Өздерің білетіндей, жануарлар әлемінде мұндай сападағы жүн табылмайды. Маған дауыс бергендердің бәріне жылылық пен жайлылық сыйлаймыз. Себебі қойлар үйді әдемі, жанға жайлы ете біледі. Жып-жылы. Ой, Бұл сияқты жұп-жұмса. Өй, Не? мен қой сүтінен жасалған әлемдегі ең дәмді ірімшікпен қамтамасыз ет. Маған дауыс берсең, осы алаңда аққуларға арналған көгал жасап беремін. Бәрі сендердің ыңғайлы. Әй, сөзімді бөлме. Сен бірінші бастадың. Жетер, кім күшті, сол жеңсін. Шаң жұтуға дайындал. Неге ойланып қалдың, аққу? Жолбарыс мырза, жұлдызды аспан қорғаушыларының бірі болуға тиіс еді. Алайда Айдахар оны алдап соқты. Оны сыйламаушы ма едіңдер? Жолбарыс мырзаны қатты сыйлаймыз. Иә, нағыз жігіт. Спортшы. Жалпы жақсы жануар. Енді Жолбарыс мырзаның міндетін оның ұлы орындамақ. Айдахар зұлым жоспарын іске асыру үшін сиқырлы тауға бара жатыр. Жолбарысты құрметтесеңдер, әділеттілік орнағанын қаламайсыңдар ма? Иә, солай шығар. Оған жаным ашып тұр. Онда оның ұлына көмектесіңдер. Айдахар Жолбарыс мырзаны ғана емес, басқа да аңдарды алдады. Ал бізде қалғандарын іздейтін уақыт жоқ. Алаң ішін дауласуды қойып, өздерін сүйсінетін жануардан үлгі алыңдар. Иә, Дұрыс айтарсың. қане бұйра. Анау Айдахар оңбағанға барып қайтайық. Өмірінің соңына дейін қой санайтын болады. Иә, кеттік. мәссаған. Екеуін қалай көндірдің? Олар маған жақсы жігіттер сияқты көрінді. Сонымен, олардың қайсы күшті? Тыныш, үндемей тұра тұрыңдаршы. Олар сиқырлы таудың қайда екенін білем өзі? Кім? Не? Қайда? Кукареку!
болыпты. Ал сендер әлі ұйықтап жатырсыңдар ма? Менің көгалымда көп ұйықтауға болмайды, балалар. Сіз кімсіз? Сапқа тұр! Арайлап таң атқанда тік тұру керек. Оқтыңдар ма, оқушылар? Я, ағай. Ал енді беттеріңді жуыңдар. Зымыра! 10 секунд берем. Тістерің әппақ қардай жылтырап тұруы тиіс. 1, 2. Беттеріңді дұрыстап жуыңдар. Сен, жуынба. Я, ағай. Тәні саудың жаны сау. Қане, 1, 2. Таңғас ең маңызды тамақ. Таңғасты қалдыруға қатаң тыйым салынады. Оң аяқ, сол аяқ. Оң аяқ, сол аяқ. Бәрекелді. Сапқа тұр. Түзел. Тік тұр. Еркін тұрыңдар. Осылай адымдау керек, аққу. Қызық екен. Әтеш мырза, қалайша сіз сияқты мықты көрінуге болады? Сіз зілтемірді көтере аласыз ба? Шынымен білгілерің келе ме? Я, көңілді болды. Ерте тұруға мәжбүр болсақ та. Дене шынықтыру сабақтарыма ешкім ешқашан қызығушылық танытқан емес. Әрине, сабақ кезінде көңілде көтерген емес. Неге олай ойлайсыз? Бұрын мен ауылда тұратынмын. Жұмысым болатын, таңертең бәрін жаттығу жасау үшін оятатынмын. Мен тым қатал болған шығармын. Сөйтіп бір түні бүкіл ауыл көшіп кетті. Ал маған ешкім ескертпеген. Сендерде көп замай қашып кетесіңдер деп ойлағам. Неткен жауыздық. Жоқ, біздің қашатын ойымыз болған жоқ. Біздің миссиямыз бар. Біз сізге келдік. Біз сізге жұлдыз аспан қорғаушыларының бірі болуды ұсынайық деп келдік. Зұлым айдаһардың жалғыз шоқ жұлдыз болуына жол бермеу үшін. Сонда сендерге мен керекпін бе? Қорғаушылардың бірі болсаңыз, қалған жануарлар таң атқанда ұйықтап қалмауын және шымыр болуын қадағалайтын боласыз. Мәссаған, менің де пайдам тиетін болады. Келсем, қайда барайын? Шығыстағы сиқырлы тауға. Болды, енді елге пайдалы болам. Таңертең бәрін оятатын болам. Ол жерде тәртіп орнатып, әлгі айдаһардың сазайын берем. Рахмет, балақайлар! Оны тастап кетсе де, өз ісіне адал болып қалды. Ол тамаша қорғаушы болады деп ойлаймын. Біз Тәй-Тәйді көріңіздер. Сүйікті сериалыңызға жазылып, қоңырауды басыңыз. Жаңа бөлімдерді жіберіп алмау үшін.